Ой балам, жаңа жыл мерекесі жақындап келе жатыр, мінекей жыл шығып жатыр. Ұзын сарыға сақтаған сүрлерді дайындап, соған бір жүгері түйіп, наурыз көже пісірейік балам. Жарайды ене. Шың сені. Бісміллә. Кішкентайдан мені мәпелеп өсірген, осы күнге мені еңбекпен жеткізген, осы күнге мені ұйқысыз жеткізген, аяулы анашым, аяулы анашым, аяулы анашым, аяулы. Ой айналайын, қандай ән айтып отырсың? Менің алтыным күштәне. Анашым әже. Ой жаным айналайын. Қане, бізге сол әніңді айтып берші жаным. Маған да әнің ұнап отыр қызым. Келші, әжең екеумізге әніңді айтып бер. Ой айналайын. Қандай әдемі әуен, әнің қандай керемет еді. Оны қайдан үйреніп жүрсің құлыным? Маған тәрбиеші апайларым үйретті. Әжелеріңді, мамаларыңды сыйлау керек деп айтты. Алтыным сол. Тәрбиеші апайларының ақылын тыңдайды өзі жаным, құлыным. Ал, енді сол әніңді бізге орындап бере аласың ба? Жарайды, айтып берейін. Кішкентайдан мені мәпелеп өсірген, осы күнге мені еңбекпен жеткізген, осы күнге мені ұйқысыз жеткізген, аяулы анашым, аяулы анашым, мақсат берген маған, бұл өмірде жоқ қой сенен артық адам, анам бар деп мәңгі ән айтып мақтанам, аяулы анашым, аяулы анашым. Ой құлыным, өнерің тамаша, тамаша өнері бар екен. Мұның өнерін ары қарай шыңдау керек. Ей жаным, кеш. Өнерің өрге жүрсін. Айналайын, Роза апалары сияқты болашақта әнші болады менің алтыным. Айтқаныңыз келсін апа. Балабақшада әндер байқауы болады екен. Мүмкін Қарақат қызымызды қатыстырып көрерміз. Не дейсіз? Әрине қатыстыру керек. Ары қарай өнері шыңдалып жетсін баланың. Ай айналайын, сендер отыра беріңдер ішіп. Ал енді мен отыра бермей кішкене шаруаларым айналайын. Сесін Алла жеткерсін. Наурыз күнігіге, күндегілердің тіріге, шашылып ырыс жанақтан, шақырып бері-беріде, шаттанушы еді беріге, наурыз ай. Әже, сізде не істеп жатсыздар, ана? Әже, Жаным алтыным, ши тоқып жатырмыз. бұл шидің не пайдасы бар? Бұл ши қайдан әкеледі? Ей құлыным, ши бұл далада, суатты жерлерде өседі. Ақылыңнан айналайын. Шиді көктем, көз мезгілдерінде жинап, әкеліп көлеңкеде кептіреміз. Сосын осылай түйежінен жеп иіріп, ши тоқимыз жаным. Бұл шидің пайдасы өте көп. Киіздің сыртынан ұстаймыз ақ шиді. Және мынадай оралған ши, ақ ши деп тоқимыз. Оралған шиді киіздің ішінен ұстаймыз әдемілікке, сәндікке. Әже, маған да үйретіңізші, мен де үйренейінші. Ой жаным, кел үйретейін. Мынадай қылып екі шиді қосып ұста. Мына жерге қой. Иә, солай міне. Енді мына тасты ар жаққа ауыстыр. Жарайсың. Енді мұнда. Наурыз